Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте тез дайындалатын тәтті қытырлақ дайындаймыз. Құрамына қосатын заттар: ұн, жұмыртқа, құмшекер. Жұмыртқаға құмшекер салып араластырамыз. Құмшекеріміз әбден еруі қажет, және массамыз көпіршікке айналады осындай болып. Ұнымызды салып, бастапқыда венчикпен араластырамыз. Артынан қолмен илейтін боламыз. Жұмыртқаны илегендіктен кішкене жабыспақ болуы мүмкін. Ұныңыз аздау болса, кішкене қоссаңыз болады. Мінекей қамырымыз осындай жүп-жұмсақ, осындай болып шығады. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ұнды міндетті түрде сеуіп отырамыз, өйткені қамыры жабыспақ болады. Еттің қамырына жайғандай жұқа қылып жаямыз. Осы рецепт бойынша осындай бір дөңгелек шығады, және оны кесіп пісіретін боламыз. Пісіру барысында көбейеді. Егер сізге көп қажет болса, 2 есе қылып жасасаңыз болады. Біз ауылда жасаған болатынбыз. Бізге көп керек болғандықтан 2 есе қылып жасадық. Қамырымызды 2 бүктеп, осылай ұзынша қылып турап аламыз. Достар, менің қазақ тілді каналымды қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта үй жағдайында өте тез дайындалатын рецепттер шығып отырады. Кесіліп дайын болған ленталарымызды бір-бірінің үстіне қоямыз. Және видеода көрсетілгендей көбіктеп, ұсақтап турап шығамыз. Бұл қытырлақ тәттіні ауылда дайындаған болатымыз. Қазан ошақта пісірдік. Алдын ала отымызды жағып, майымызды қыздырып алдық. Және қамырымызды аз-аздап саламыз. Бір уыс салсаңыздар жетеді, өйткені пісіру барысында көбейеді. Жиі араластырып тұрамыз. Қытырлағымыз енді қызара бастағанда сүзгімен сүзіп аламыз. Ұзақ ұстамаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Мінекей екінші партиясын салып пісіріп жатырмыз. Бір уыстан салып, енді қызара бастағанда сүзіп алып отырамыз. Өйткені бұл қамыр өте жұқа болғандықтан тез піседі және тез көбейеді. Үстіп бірнеше рет салып отырып пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, қытырлақ болып шығады. Бұл тәтті қытырлақты ауылда шиборсақ деп атайды. Өте жұмсақ, үгілгіш болып келеді. Ауылдағы апам шаймен осыны жегенді өте жақсы көреді. Үлкен кісілерге таптырмас тәтті десе болады. Мінекей біздің қып-қызыл үгілгіш қытырлағымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.